Сәлем, мен Аскербек. Аспан әлемі, миллиардтаған жұлдыздар, планеталар, біздер. Жалпы айтқанда аспан әлемі қалай пайда болды және қайдан пайда болды? Осы сұрақ мені де сенде үнемі мазалаған. Әлемнің қалай пайда болғаны жайлы теориялар, гипотезалар, болжамдар өте көп. Ғарыш таңғажайып әрі құпияға толы. Планетамыздың түкпір-түкпірінде алып телескоптар бар. Олар ғарыштың әрбір бұрышын мұқият бақылауда. Аспан әлемінің қалай пайда болған жайлы теориялар, гипотезалар өте көп. Астрономдар қазір осыны жан-жақты зерттеуде. Әлемнің қалай пайда болған жайлы көпшілік мойындаған теория ол үлкен жарылыс теориясы, яғни Big Bang. Әлем 14 миллиард жыл бұрын үлкен жарылыстың әсерінен пайда болған. Ал үлкен жарылыс болмай тұрып, барлық материя, атомдар мен электрондар, молекулалар барлығы бір кішкентай нүктеге жиналған. Оның тығыздығы мен температурасы өте жоғары болған. Тіпті күннің өзінен де триллион есе жоғары болған. Яғни сингулярлық күй. Ал сингулярлық күй дегеніміз бұл барлық физикалық заңдардың жойылуы. Тіпті бұл кезде уақыттың өзі тоқтап қалады. Үлкен жарылыстан кейін нүкте жарықтан да тез қозғалады. Ал жарықтың жылдамдығы секундына 300 мың километр. Ал енді жарылыстың мықтылығын естете беріңіздер. Дәл сол сәтте, дәл сол секундта біз білетін ғалам пайда болған. Әлемнің тарихы сол кезден басталады. Былай қарасақ, 1 секунд бізге дым емес сияқты. Бірақ 1 секундта әлемде 5 нәресте дүниеге келеді. Ал темекінің зиянынан 2 адам дүниеден өтеді. 1 секунд бұл үлкен уақыт. 100 миллион жылдан кейін гелий мен сутегі бұлттарынан алғашқы жұлдыздар пайда бола бастайды. Содан 400 мың жылдан кейін алғашқы галактикалар пайда бола бастайды. Миллиардтаған жылдардан соң гравитацияның күшімен әртүрлі химиялық элементтер топтасып, физиканың заңдарымен жаңа планеталар пайда бола бастайды. Кейін олар алып жұлдыздардың қарамағына кіріп кетеді. Аспан әлемі ғарыш әрдайым үлкеюде. Яғни ол қазір үлкейіп жатқан болса, онда ол кезінде кішкентай болған. Бұл біздің үлкен жарылыс теориясына нақты дәлел. Ғылымға ерегісу ешқашан тоқтамайды. Әр ғылымға бір қарама-қарсы ғылым сымақ жүреді. Мысалы, химия ғылымына алхимия жүреді. Ал аспаны зерттейтін астрономияға қарсы астрология жүреді. Бірі дәлелдеп берсе, екінші дәлел қажет етпейтін адамдарға арналады. Сен жерді зерттеуге тым кеш туылғансың, ал аспан әлемін зерттеуге сен тым ерте туылғансың. Закон подлости. Осылай достар, үлкен жарылыс теориясы бір қарағаннан түсіне қоймайсыздар. Сондықтан мен бүгін сіздерге қысқаша әрі нақты қылып түсіндіруге тырыстым. Видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса каналға тіркелеміз және міндетті түрде лайк басамыз. Лайк көп болған сайын мен осындай тақырыпта видеолар шығара беремін. Сондықтан барынша тырысыңыздар, 500 лайк күтемін. Және осы тақырыпты достарымызбен, таныстарымызбен талқылаймыз. Шамалы кешке өтетін әңгіме болады. Сосын комментарийға өздеріңіз ойларыңыз, сұрақтар жазыңдар, мен бәріне жауап беріп тұрамын. Жауап беремін бәріне, точно жауап беремін. Өзіңді дамыт, оқы, үйрен, шаршама. Сіздермен болған мен, Аскербек. Сау болыңыздар.